Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, бірінші сабақ. Отаным бақыт ордасы. Қайырлы таң, балалар. Оқушылар, біз өлең жолын суретпен суреттеп көрейік. Арайланып таң атты, алтын шапақ таратты. Қайырлы таң, балалар. Жарқырап таң атты. Күн шықты. Күн нұрынан алтын шапақ тарайды. Қандай әсем көрінісі? Бұл табиғаттың сыйы. Жер бетінде тыныштық, келбетінде күн ыстық. Қайырлы таң, балалар. Жер беті таң атқанда тып-тыныш болады. Ал алтын күн ыстық леп соғады. Жарқырады қаламыз, жарқын әрлі даламыз. Қайырлы таң, балалар. Қаламыз жарқырады, жайнады. Қаламызда биік-биік әсем үйлер мен мектептер, түрлі ғимараттар, демалыс орындары, саябақтар бар. Сондай-ақ даламызда әдемі қызыл-жасыл гүлдері құлпырып жайнап тұр. Оқушылар, сіздер қай қалада немесе ауылда тұрасыздар? Сіздерге қандай қалада тұрған ұнайды? Комментарий бөліміне жазып қойыңыздар. Мен оқитын боламын. Аман отан панамыз. Аман ата-анамыз. Қайырлы таң, балалар. Отан панамыз аман. Пана дегеніміз біздің паналайтын, яғни біз тұратын туған жеріміз. Туған жеріміз аман болса, біз де аман боламыз. Яғни елімізде, жерімізде тыныштық болса, біз де аман боламыз. Ата-анамыз аман. Ата-анамыз аман болса, біз бақытты боламыз. Біз жарқын болашақтың ұрпағымыз. Біздің өміріміз жарқын. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Сабақ ұнады деп ойлаймын. Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.